Минимализм. Минимализм қазір трендке айналған өмір сүру философиясы. Минимализм, яғни үнемшіл ғұмыр сүру, ең әуелі санада қалыптасуға тиіс. Қазір қоғамның проблемасы аса қажет емес заттарды, құралдарды, киім-кешекті, азық-түлікті өмірлік зәрулік деңгейдегі қажеттілікке айналдырып алуында жатыр. Өткен жолы бір танысым дүкен кассасының жанында тұрып адамдардың не сатып алып жатқанына әдейі мән бердім. Сонда байқағаным, алынған заттардың көбісі онсыз да өмір сүруге болатын, аса қажеттігі жоқ кәкір-шүкір бірдеңелер екен деп еді. Пайғамбарымыздың аллаң оған игілігі мен сәлемі болсын, бөлмесіндегі заттарға назар аударсаңыз, барынша минимализммен өмір сүргеніне көз жеткізесіз. Смартфон әлеміндегі төңкеріс жасаған Стив Джобс та азғантай жиһаз қарапайым декорлы жерде жұмыс істегенді ұнатқан. Түрлі таныстарының жанында өзін олардан төмен сезінбеу үшін көптеген адам өздеріне қажет емес, өмір сүру стандартына сай келмейтін қымбат заттарды алуға мәжбүр. Сөйтіп қарызға кіреді. Мысалы, адамдар қолында әп-әдемі, бүкіл қажеттігін өтеп тұрған сапалы телефоны бола тұра жаңа серия шықты десе, қарызданып болса да қымбат телефон алуға тырысады. Кейбір бизнес-коучтар қарыздансаң да бағасына қарамай қымбат болса да ұнаған нәрсеңді сатып ал деп желіктіреді. Неліктен деп сұрасаңыз, әлгі затты алған соң оны төлеу, қарыздан құтылу адамға мотивация береді деп ессіз жауапты естисіз. Бұл біздің ысырап етпеу құндылығымызға қайшы. Қарыздану мұсылман адамға мотивация бола алмайды. Қолдан жасалған қысым арқылы стресске түсудің қажеті жоқ. Қанша жерден есебің мықты, еңбегің күшті болса да, ризықты беретін Алла Тағала екенін ұмытпау қажет. Осындай мотивацияны естіп алған бір кәсіпкер інім $130,000 қымбат көлік алғалы жатқанын айтып қалды. Себебін сұрағанымда араласатын жолдастарымның бәрі қымбат көлік мінеді. Олардың қасында мына көлігіммен ыңғайсызданамын деді. Оның ыңғайсыз сезініп жүргені бір жыл ғана болған жап-жаңа көлік. Ал ана көлікті алу үшін керекті ақшаның жарысын қарызға алғалы тұр. Сенің мына көлігіңді менсінбейтін достың саған қажеті қанша? Одан да сол ақшаңды кәсібіңе салып дамыт деп кеңес бердім. Абай айтпақшы, тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Елден ерекшелену үшін дөңкиген көлік мініп, биік үйде тұру үшін белшеден қарызға батудың еш қажеті жоқ. Сыртына қарасаң керемет бай, ешқандай проблемасы жоқ, бақытты адам сияқты көрінуі мүмкін, бірақ белшеден қарыз. Өмір сүру стандарты мен тапқан табысы бір-біріне сәйкес келмейді. Біреуден ерекшеленіп, көрініп қалуға тырысудың өзі санадағы дерт. Өз өміріңді емес, өзгенің өмірін сүру. Ал шынымен қажет болса, үнемшілікке бармай қалағаныңды алу керек. Бірақ жұрт көрсін, ел айтсын деп емес. Осындайда Шәкәрім Данышпанның мына бір сөзі еріксіз ойға оралады. Қайтер еді жігіттер, тым қымбатты кимесек, мақтан үшін борышты үсті-үстіне үймесек, қаладағы байлардың ыңғайына билесек, аяғында қайтеміз банкрот боп күйресек. Орта кезек ұрсама, біз ешкімге тимесек, мұнша неге құмарсың, түбі пайда емеске. Күміс тұрман тағынып, мен қалай деп егеспе, қарызданып күн сайын шаруа кетті келмеске. Шәкәрімнің айтуынша, ысыраптың түбінде мақтанкөйлік жатыр, байлардың ыңғайына билеу тұр. Елдің сөзі, жұрттың пікірі үшін даңғойлыққа салынып қарыздану ақылды кісінің ісі емес. Мұның түбі кәсіптің кері кетуіне, дағдарысқа жол ашады. Кісі қолындағы қаржысын дұрыс басқаруды білмей, мақтанкөйлік пен дарақылыққа салынса, сөзсіз ысырапқа жол береді. Ал ысырап адамды қарызға батырады. Белшеден қарызға батқан кісінің жағдайы қайта оңалуы қиын. Қарыздар кісі қарыз берген адамның алдында төменшіктеп тұрады, ал қарыз берген кісі өктемдік жасап қарызын қайтарғанша тізесін батырып бетіне салық қылуы мүмкін. Мұның бәрі адамның көңіл күйіне, өміріне кері әсер етеді. Мәшһүр Жүсіп жөнсіз қарыз алудан сақтандырып былай дейді: сүйкімді біткен жұртқа болам десең, ешкімді дүние сұрап аузыңды ашпа. Біреуден соң берем деп борыш алма, басыңды байлауда қып кілтке салма. Кісіден дүние алғаның, құл болғаның, кіріптір өз-өзіңнен болып қалма. Осы орайда басымнан өткен мына бір оқиғаны айта кетейін. 1995 жылы Мысыр елінде оқуда жүрген кезім.
Ол кезде Қазақстанның экономикалық жағдайы өте ауыр. Енді ғана шатқаяқтап аяғына тұрып келе жатқан тұс. Жазғы демалыста елге келіп кетуге қалта көтермейді. Азғантай шәкіртақы жетпейді. Басқа балалар жазғы демалыс сайын еліне барып келіп жатты. Ал мен Каирдың аптап ыстығында қала бердім. Отбасында 10 ағайындымыз. Ауылдағы ата-анам ақша жіберуге шамасы келе бермейді. Мал арзан. Маған билет алу үшін қолдағы бүкіл малды сату керек. Осыны сездімде әке-шешеме салмақ салмауға тырыстым. Не керек? 3 жылдан астам уақыт ел бетін көрмедім. Аз ғана шәкіртақым айдан айға зорға жетеді. Телефон байланысы ол кезде өте қымбат. 1-2 минут хабарласып әке-шешемнің даусын естудің өзі бір ғанибет. Арамызда елге жылына 2 мәрте барып келетін жағдайы жақсы кісілердің балалары да болды. Үйлерінен тұрақты қаражат келіп тұрады. Қалағанша ішіп жейді. Алайда сол азаматтар келесі шәкіртақы түскенше ақшасы бітіп бізден қарыз сұрайтын. Кейіннен сол жігіттер елге оралған соң да қарызға белшеден батып жүргенін байқадым. Мұның бәрі дарақылық пен ысыраптан, қаржыны дұрыс басқара алмаудан туындайды. Қазақтың той-томалағы мен өлім-жітімі де ысырапсыз болмай тұр. Көбінесе ұят болады мен ел не дейдінің кесірінен мәнсіз істерге ұрынуда. Орынсыз той-думан көп, тұсаукесер, тілашар, 10 жылдық, түген жылдық деп шашылып той жасау сәнге айналды. Оның үстіне шамасына қарай той жасаудың орнына өсімге ақша алып қарызға батуда. Той жасағанда көрпеге қарап көсілуге әбден болады ғой. Қымбат көліктер керуенін ұйымдастырмайық, лимузинге мінбей-ақ, қымбат әншілер мен бағасы удай мейрамханаларды жалдамай-ақ, қарапайым жерде ең жақын деген адамдарды шақырып-ақ батасын алуға болады емес пе? Не нәрсе болсын, елден тым ерекшеленбей, орта жолды ұстанған дұрыс. Бұл жайлы Шәкәрім қажы сыртын түзеп кейбіреу аласұрды киіміне мақтанған баласында. Ат болсын, киім болсын, мінез болсын, құба төбел істі қыл жарасымда. Құба төбел дегенді ұқсан керек, орынсыз істеме болсаң зерек. Мүйізі бар кісіде едірейіп, өзге жанның болмасын түрің бөлек, деп ысырапқа жеткізбей, сараңдыққа салынбай, орта жолды ұстануға шақырады. Ұмытпаңыз, басында һәм өзіне өзгешелік бермек адам ұлын бір бұзатын іс. Абай айтқандай, ысырап мақтанкөйліктен, көрініп қалудан, өзін өзгеден төмен санаудан, нәпсі құмарлықтан туындайды. Ал бұлардың бәрі рухани аштықтан, ішкі бостықтан, өмірдің мәнін түсінбеуден шығады. Нәтижесінде мұндай адам ішкі бостықты материалдық дүниелермен толтыруға талпынады.